Тралалеро, тралала. Осы бір сөз вирус секілді тарап, жас балалардың барлығы дерлік осы сөздерді жаттап алған. YouTube, TikTok әлеуметтік желілерінде Бомбардиро крокодило, балерина капучино, тралалеро, тралала, сапур сияқты мультфильмдер кем дегенде 10 миллион, 20 миллион қаралым жинаған. Бір қарағанда кәдімгі мультфильмдердің бірі секілді көрінуі мүмкін. Алайда мағынасын аударғанда Аллаға тіл тигізу және соғыс, дінге қатысты сөздер шығады. Баланы дінге қайшы қою әрі баланың санасын жаймендеп қатыгездікке бейімдейді. Қорыта айтқанда, көптеген адамдар және де журналистер дабыл қағып, осы дүниелердің алдын алуға және де балаларға көрсетпеуге шақырып жатыр. Себебі балалардың миын жаймендеп мемдер арқылы улайды. Яғни дін, соғыс, зорлық-зомбылық сияқты дүниелерді балалардың миына құйып жатыр. Сол себепті сіз де осыған өз үлесіңізді қосып, балаларыңызды миын улаудан аулақ ұстаңыз.